Сайлау мәжіліс үкіметтеп жінігіп жүргенде коронавирус індеті белең алып барады. Өткен тәуліктерде жұқтыру жайттары мыңға жақындаған. Ал қауіптіліктің сары аймағында отырған елордамыз бірден қызыл аймаққа енді. Бұл дегеніміз сақтық шаралар ғана емес, шектеу шараларының да күшейеді деген сөз. Атап айтқанда қоғамдық көлік қатынасы, ірі сауда орталықтары мен дүкендердің тағы басқа халық көп жиналатын нысандардың жұмыс тәртібі өзгереді. Пандемия қазір әлемде асқынып тұр. Жаһанда жұқтырғандар саны 100 миллионға жақындап, көз жұмғандар саны 2 миллионнан адамнан асты. Бұл аз десеңіз, медициналық ортада жиі айтылып жүрген британдық штамның қанат жая бастағаны және бар. Әуелде Ұлыбританияда қылаң берген, бұрын біз көрмеген, естімеген коронавирустың жаңа түрі қарт құрлықтың шеңберінен шығып, көрші Ресейге де жеткен. Бізге келе ме? Қалай сақтану керек? Жалпы аптадағы ковид ахуал қаншалықты алаңдатарлық? Келесі материалда толығырақ. Партаны сағындыңдар ма? Өте. Мұғалімдерді сағындыңдар ма? Өте. Мектепті сағындыңдар ма? Сағындық. Құрбыларын сағындыңдар ма? Сағынбайшы, үйде отыру оңай ма? Далаға болмайды. Үйде отырасың күні бойы. Не істерімізді білмейміз. Бірдеңке жасағымыз келсе, әрдайым телефонда отырамыз. Соның кесірінен бізде көздеріміз нашар болады, денсаулығымыз жаман болады. Осы апта балалар мектепке барды. Жаңа жылдағы тілегім орындалған деуге болады. Бірінші күні мектеп табалдырығын басқан кезде өзімді бірінші сынып оқушысы деп сезіндім. Қуаныштарында жоқ шек, құшақтасуға болмайды деп. Бізге айтты, сендер осы ережелерді сақтамасаңдар, онда сендерді қайтадан онлайнға шығарып жібереміз деді. Ең алғашқы әріп, ең алғашқы сан жазылатын, тіпті ең алғашқы махаббат басталатын партаны балалар қатты сағыныпты. Айтып жатырмыз ғой, пандемия бәрімізге туған туыстың, жақындардың, таза ауаның, тіпті бостандықтың қадірін түсіндірді деп. Ал балалар үшін мына партаның қасиетін арттырған сыңайлы. Оқушы емес, оқытушы да мектепті қалайды. Баланы сағындық, мектепті сағындық, әріптестеріміз сағындық. Сонымен қатар баламен бірге бетпе-бет кездесіп, қарым-қатынас жасау арқылы олармен бірге қуана аламыз, олармен бірге жылай аламыз, олармен бірге көңіліміздің көтерілгенін көреміз. Бір қызық болды, сабақ жүргізіп жатқан кезде тақтамды қосып қоямын, онлайн тақтамды қосып қойып, анда жазып, балаларға бір нәрсені түсіндіріп жатырмын. Есімде жоқ, қандай тақырып болған. Бір 5 минуттай түсіндірген шығармын. Сосын балалар сендерге түсінікті ма деп қайта сұрап жатырмын. Бір бала микрофонын қосып айтады. Ағай, сіз микрофонды өшіп тұр ғой дейді. Жақсы оқушы мектепті сағынды, тәртіпке бағынды, ал жаман вирус қағынды. Елде тәулігіне жұқтырғандар саны мыңға жақындап, індетке іліккендер есебі 167.118-ге жетті. Желтоқсанда бір күн қызыл аймақта болған бас қала тағы да сарыдан қызылға секірді. Қатарында Ақмола және Қостанай облыстары бар. Қызыл дегенің сауда орындары тек жұмыс күндері, таңғы 10-нан кешкі 8-ге дейін ғана жұмыс істейді. Сенбі, жексенбі күндері жабық тұрады. Фитнес орталықтар мен спорттық объектілерде дәл солай. Дәмхана, мейрамханалар таңғы 7-ден кешкі 8-ге дейін ғана ашық болады. Онда да адам саны 30-дан аспауы шарт. Жексенбі қоғамдық көлік тоқтайды. Айтпақшы, биыл бас қалада крещение мерекесінде суға түсуге де тыйым салынды. Ал Алматы, Атырау, Батыс және Солтүстік Қазақстан, Павлодар облыстары қауіптіліктің сары деңгейінде. Қалған өңірлер жасыл аймақта. Жасыл екен деп жайбарақат жатудың жөні жоқ. Коронавирустың британдық штамы бізге де келуі мүмкін. Ресейде тіркелді өйткені. Күнделікті өмірде біз көрші елдермен байланыстамыз. Бұл бізге келмеуі мүмкін деген ондай тұжырым жасай алмаймыз. Өйткені жабық мемлекет емеспіз біз, оқшау. Біздерге келуі әбден мүмкін. Біз үйреніп қалған вирустан британдық штамның басты айырмашылығы жұғу жылдамдығы 70%-ға жоғары. Өзімізде таралып жүрген штамға қарағанда 1,5 есе тез тарайтын қасиеті бар. Дәл осы Британияға келер аптадан бастап бірде-бір адам еркін кіре алмайды. Міндетті түрде ПТР тесттің теріс қорытындысы керек, одан кейін 10 күн оқшауланады. Сосын тағы бір тест тапсырады. Тәулігіне мыңдаған адамнан айырылып жатқан елдің астанасы Лондонда уақытша мәйітханалар ашылды. Хош, британдық штамнан бөлек әлем бойынша жұқтырғандар саны жөнінен 3-ші, көз жұмғандар бойынша 2-ші орында тұрған Бразилияда ковидтің басқа бір түрі анықталды. Ол да тез таралады, тез жұғады. Ғалымдар жаңа вирус елді күйретіп жіберу мүмкін деп қауіптеніп отыр. Еуропа елдері де есін жия алмай жатыр. Германияда өткен тәулікте ковидтен 1113 адам қайтыс болды. Жаңа жылдық мерекелердің соңы Австрия, Португалия, Испанияда да жақсы аяқталмады. Елде ковид жылдам тарауда.
Қытайда да бір тәулікте 144 адам жұқтырып, 1 наурыздан бері тіркелмеген антирекорд орнады. Өзге елдермен салыстырғанда сандар аз болғанымен, Қытай билігі бұны қауіпті сигнал деп отыр. Ал жүздеген жанды жалмаған жаздағы жаман оқиға біздің жадымыздан тез өшіп қалғандай. Қайда қарамаңыз, бетпердесіз жүрген жұрт, той-томалақ қуалаған қауым, ара қашықтықты ұмытқан ағайын. Ережелерді сақтап, гигиена сақтап, қорғанатын болсақ, онда оның ешқандай қорқатыны жоқ негізінде. Вакцинаны тауып, біз оны жоямыз. Кет уже даярдай болып қалдың. Кете бер уже. Ересек тұрмақ баланың өзін мезеткен мезгілсіз вирустың жойылуы өзіміздің қолымызда. Жауапкершілікпен қарасақ. Әсем Изатқызы, Айдана Байтұрсынова, басты бағдар.